Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге бүгін біз биологиядан жасушалық цикл тарауын қарастыратын боламыз. Жасушалық цикл тарауында бізде жалпылама жасушалардың бөлінуі сипатталатын тарау ретінде қарастырамыз. Жасушалардың бөлінуі жалпы бізде үш түрлі жолмен бөлінеді. Бұл бізде митоз, миоз және амитоз. Митоз дегеніміз ол бізде жыныссыз бөліну. Бұл бізде жыныссыз, бұл бізде жынысты. Амитоз дегеніміз бұл бізде қарапайымдылардың бөлінуі болып табылады. Қарапайымдылардың бөлінуін амитоз деп атаймыз. Анықтама ретінде айтып кететін болсақ, митоз ол дене және соматикалық жасушалардың бөлінуі, амитоз дегеніміз қарапайымдылардың тікелей бөлінуі, ал миоз дегеніміз ол жыныс жасушаларының бөлінуі болып табылады. Митоз, яғни дене соматикалық жасушаларының бөлінуі. Бұл біз жаңағы айтқандай жыныссыз бөліну деп атаймыз. Жыныссыз бөліну. Жыныссыз бөліну кезінде бұл бізде интерфаза, профаза, метафаза, анафаза, телофаза сияқты кезеңдерден тұрады. Интерфаза дегеніміз бұл профаза, метафаза, анафазаның ерекшеленетін, яғни бұл бізде жасушаға дайындық кезеңі. Бұл бөлек болғандықтан бұны біз дайындық кезеңі деп атаймыз. Яғни бұл жасушаның бөлінбес бұрын болатын дайындық кезеңін интерфаза деп атаймыз. Одан кейін профаза, метафаза, анафаза, телофаза процестері кетеді. Яғни бұл бізде дене жасушаларын басқаша атауы соматикалық жасушалар деп атаймыз. Жыныс жасушалардың бөлінуі ол миоз, ал дене жасушалардың бөлінуі ол митоз болып табылады. Митоздық цикл дегеніміз ол бірінен соң бірі жүретін өзара байланысты процестер жиынтығын айтамыз. Келесі, жаңағы айтқан бізде интерфаза дегеніміз бұл бізде дайындық кезеңі. Дайындық кезеңінің өзі бізде үш кезеңнен тұрады. Ол бізде S, G1 және G2 кезеңі. S кезеңін біз синтетикалық кезең деп те атаймыз. Интерфаза кезеңінде болатын біздегі басты оқиға, яғни процесс ретінде бұл репликация. Репликация дегеніміз, яғни жасушаның екіге бөліну процесі болып табылады. Екіге бөліну репликация процесі деп атаймыз. Бұл бізде жасушаның дайындық кезеңінде жүретін процесс. Яғни G1, S, G2 кезеңдерінен тұрады. Келесі, жасушаның ДНК синтезіне жаңағы дайындық кезеңі, бұл бізде РНК наркотик синтезі жедел түрде жүреді. ДНК биосинтезіне қатысушы ферменттердің белсенділігі жоғарылайды. Яғни біздегі ДНК-дағы жасуша ДНК синтезіндегі яғни дайындық кезеңінде бізде именно ДНК синтезіне қатысатын ферменттер белсенділігі жоғарылап, осы сатыда бізде екі еселеніп жүреді. Келесі, ДНК синтезделу S кезеңі ДНК молекуласының екі еселенуі, яғни жаңа айтқан репликация жүреді. ДНК синтезі бактерияларда бірнеше минут, сүт қоректілердің жасушаларында 6-12 сағат бойы жүреді. ДНК синтезінің аяқталуы, яғни G2 соңғы кезеңі, бұл митозға дайындық толық аяқталады. Яғни финиш бізде G2 кезеңінде жүреді. Жасуша орталығының екі еселенуі, наркотик синтезі және олардан жасушаның өсуі аяқталады. Хроматин жіпшелері құралады. Енді біз хромосомаларға өтетін болсақ, хромосомалардың толықтай жиынтығын біз диплоидты дейміз, ал оның жартысын гаплоидты, яғни диплоидты деген екі еселенген, а гаплоидты деген жалғыз түрде білсек болады. Яғни жартысын біз гаплоидты, ал толық жиынтықты диплоидты деп атаймыз. Гамета дегеніміз бұл бізде жыныс жасушалары. Гамета жыныс жасушаларын айтамыз. Ал гамета жыныс жасушалар болатын болса, бұл жердегі процесс болатын болса, біз бұны гаметогенез деп атаймыз. Яғни жыныс жасушаларының кезеңінің процесін гаметогенез кезеңі деп те атаймыз. Келесі, аталық жыныс жасушасы ол бізде сперматозоидтар, аналық жыныс жасушалары овоцит, яғни жұмыртқа жасушалары. Сперматозоидтарда келетін болса, сперматозоидтар ядросын алдында жинақталады, лизосома жұмыртқа жасушасының қабығын ертеді, құйрық негізінде жиналады. Жұмыртқа жасушасы овоциттер цитоплазмасында жинақталады. Бұл заттар екі сперматозоидтың бірден енуіне кедергі келтіру үшін сәулелі тәж түзетін қосалқы жасушалар тобы қаптайды. Яғни бұл бізде аналық жыныс жасушасында, жұмыртқа жасушасында болатын процестер жиынтығы болып табылады. Яғни бізде қорытындылай келе,
жасушалық циклде бізде үш түрлі жасушаның бөліну жолымен жүреді екен. Ол бізде митоз, миоз және амитоз. Митоз дегеніміз ол бізде жыныссыз бөліну, яғни дене жасушаларының бөлінуі деп атаймыз. Ал миоз дегеніміз жынысты бөліну. Ал келесі амитоз дегеніміз ол қарапайымдардың бөлінуі болып табылады. Әр процессе бізде фазалардан тұрады, яғни анафаза, телофаза, профаза, метафаза деген сияқты. Ол барлық процестердің өзінің белгілі бір түрде жүретін кезеңдері болады. Осымен біз жасушалық цикл тарауын қысқаша айттық. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.